Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 41-ші сабаққа келдік. Мәтін және оның түрлері деген тақырып. Яғни біз мәтінді білеміз, енді мәтіннің түрлері болады екен, яғни 3 түрі бар. Сол түрлерін ажыратуды үйренеміз. 17-ші жаттығуға қарайық. Суреттерге қара. Әр қайсының мазмұнына лайықты мәтінді таңдап ал дейді. Бірінші суретке қарайық. Бір қыз бала гүлге су құйып жатыр. Не істеді? Су құйып жатыр, Қайсы мәтін келеді бұған? Бірінші мәтін келетін сияқты. Сынып оқушылары терезе алдындағы гүлдің топырағын қопсытады. Оған уақытылы су құйып тұрады. Яғни су құйып жатқан туралы. Енді екіншісін қарайық. Әдемі өсіп тұрған гүл екен, ол жердің сұрағы қандай дейді. Оған екінші мәтін келетін сияқты. Құмырадағы гүл өте әдемі. Оның қып-қызыл гүлдері көздің жауын алады. Қош иісі мұрныңды жарады. Енді үшіншісін қарайық. Бір баланың гүлді жұлып алғаны, оған мұғалім ескерту айтып тұрғаны. Неліктен деген сұраққа жауап береді. Оған үшінші мәтінді оқиық. Айболға мұғалім ескерту жасады. Өйткені ол гүлді жұлып алып, мұғалімге ұсынған еді. Енді тапсырма. Бірінші мәтінде кім және не туралы айтылған? Балалар алдымен не істейді? Содан кейінше болған оқиғаның ретін көрсетіп тұрған қимылды білдіретін сөздерді ата. Осы мәтінге қандай сұрақ қоюға болады дейді. Бірінші мәтінде сыныптың оқушылары туралы айтылған, олар гүлді қопсытатыны және уақытылы су құятындығы туралы айтылған. Енді оқиғаның ретін көрсетіп тұрған қимылды білдіретін сөздерді ата дейді. Қандай қимылды білдіріп тұр? Олар қопсытады және су құйып тұрады, қопсытады деген сөздер, іс қимылды білдіретін. Енді осы мәтінге қандай сұрақ қоюға болады дейді. Осы мәтінге не істеді деген сұрақ қоямыз, Не істеді? Қопсытады. Не істеді? Құйып тұрады. Енді есімізде сақтайық. Бірінен кейін бірі болатын әрекет пен оқиға жайлы айтылып, хабарланатын мәтінді әңгімелеу мәтіні деп айтылады. Әңгімелеу мәтінінде не болды, не істеді сұрақтары қойылады. Яғни балалар есімізде сақтайық, қандай да бір мәтінде бізге әңгімелеп тұрса, қандай да бір іс қимылды көрсетіп тұрса, біз оған не істеді, не болды деген сұрақ қоя алатын болсақ, бұл мәтін әңгімелеу мәтіні болады екен. Ал енді қай мәтінге қандай гүл деген сұрақ қойдық дейді. Ол әрине екінші мәтін болатын, қандай гүл деген сұрақ қойдық. Яғни заттың немесе құбылыстың сын сипаты берілген мәтін сипаттау мәтіні болып аталады. Сипаттау мәтінінде қандай деген сұрақ қойылады. Әрине ол тек қана бір зат туралы емес, адамдар туралы. Адамдар туралы да мәтін, мысалы аппақ көзді, бұйра шашты деп сондай бір мәтін кездессе, немесе алқызыл гүл, көк аспан деген қандай деген сұраққа жауап беретін мәтін кездессе, ол сипаттау мәтіні болады екен. Өзінің атында да тұр, сипаттап тұрса. Енді үшінші сурет пен оған мазмұны сәйкес келетін мәтінге назар аудар. Айбол неліктен ескерту алды? Яғни үшінші сурет пен оған сәйкес келетін мәтінде біз бір нені айтып тұрмыз, бұл жерде біз дәлелдеуді, түсіндіруді, дәлелдеуді қажет ететін нәрсені айтып тұрмыз, Неліктен ол жұлды? Өйткені ол мұғалімге бергісі келді. Мұғалім не үшін ескерту жасады? Өйткені ол гүлді жұлды. Яғни, үшінші сурет бойынша пайымдау мәтінін құрастыруға болады. Пайымдау мәтіні 3 бөліктен құралады. Бірінші бөлікте түсіндіруді, дәлелдеуді қажет ететін ой айтылады. Яғни бұл біз оқыған мәтінде қандай? Айболға мұғалім ескерту жасады. Яғни түсіндіруді ары қарай қажет етіп тұр, Яғни енді екінші бөлікте біз осы түсіндіруді, дәлелдеу пікірді айтамыз. Өйткені ол гүлді жұлып алып, мұғалімге ұсынды. Енді үшінші бөлікте қорытынды пікірді жазуымыз керекпіз. Яғни ол кінәсін мойындап, мұғалімнен кешірім сұрады деп жазамыз. Яғни бұл жерде пайымдау мәтінінде бір оқиғаны түсіндіріп, оны дәлелдеп, және оны қорытындылайды екенбіз. Яғни пайымдау мәтіні неліктен деген сұрақ қойылады екен. Яғни біздің түсінгеніміз не? Мәтіннің өзі 3-ке бөлінеді екен. Ол әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні және пайымдау мәтіні екен.
Енді қараңыз. Ал енді 18-ші жаттығуда бізге әңгімелеу және сипаттау мәтіндерін құрастыр дейді. Әңгімелеу және сипаттау біздің сынып тақырыбына. Қараңдар, біздің сынып тақырыбына әңгімелеу болса, не істеді деген сұраққа жауап беру керек. Ол жерде біз мұғалім балаларға сабақ түсіндіріп тұрған сияқты, осы суретте. Енді осы сурет бойынша біз қандай мәтін құрастырамыз? Біздің сынып, қараңдар, әңгімелеу мәтіні. Біздің сынып өте тәртіпті, оқушылар күнделікті сабақтан қалмайды, сыныпқа мұғалім кіріп, сабақты бастады деген мәтін жазсақ болады. Бұл жерде не істеді деген сұраққа қайсы жауап береді? Оқушылар не істеді? Сабақтан қалмады. Мұғалім не істеді? Сабақты бастады, кірді. Яғни бұл әңгімелеу мәтіні болады. Енді біздің сыныпқа сипаттау мәтінін құрастырайық. Қараңдар, екінші суретте тап-таза сынып, тақта, гүлдер өсіп тұр. Енді бұл жерге біз мынандай мәтін жазайық. Біздің сынып деп тақырып қойып аламыз. Біздің сынып жарық әрі кең, сыныпта парталар таза, терезеде жайнаған гүлдер тұрады. Біздің сынып қандай? Жарық, қандай? Кең, парталар қандай? Таза. Яғни бұл сипаттау мәтіні болады. Екі сурет, екі мәтінді айтып тұр, әңгімелеу мен сипаттауды. Енді пайымдау мәтіннің суреті жоқ. Сол пайымдау мәтініне өздерін қандай сурет салуға болады дейді. Біз білеміз, пайымдау деген бір нәрсені дәлелдеу, неліктен деген сұраққа жауап береді. Сондықтан, мысалы, класс сыныпқа балалар келмей қалды, сынып бос тұр, неліктен келмей қалды? Өйткені жаңбыр жауды деген сияқты мәтін жазсақ болады, сондай сурет салсақ болады екен. Енді бізге айтады, сызбаны пайдаланып, пайымдау мәтінін құрастырып жаз дейді. Дәлелденетін пікір болу керек, өйткені, себебі, неге десеңіз деген сөз болу керек сол жерде. Одан кейін оны дәлелдейміз. Сондықтан, сол себепті демек деп, және қорытынды жазамыз. Мысалы, мынандай не жазайық, мәтін жазайық, біздің сынып. Бүгін біздің сынып бос, оқушылар сыныпқа келмеген. Өйткені қолаусыз ауа райына байланысты бүгінгі сабақтар кейінге қалдырылды. Сол себепті оқушылар сабаққа келмеді деген мәтін болады. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.